Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым. Бүгін сіздердің назарларыңызда бізден бір ой тақырыбындағы подкаст. Бүгінгі подкасттың кезекті тақырыбы баланың жүрегіне жол деп аталады. Жалпы баланың әлемі терең, нәзік әрі ерекше. Балаға біз ата-ана болып, мұғалім болып қана шектелмей, оның нағыз жанашыр досы, серіктесі болуға талпынуымыз қажет. Жалпы бүгін баланың жүрегіне жетудің 3 қағидасы бойынша баланы тыңдай білу, қабылдай білу, балаға қолдау көрсету жағдайында баламен сенімді қарым-қатынас орнату, оның психологиялық ерекшеліктерін білу, түрлі жағдайда маңызды мәселелермен бөлісу, кішкентай жүректерге үлкен жүрекпен тіл қату сынды тақырыпта әңгімемізді өрбітетін боламыз. Ендеше бүгінгі подкасттың қонақтары біздің мектебіміздің белсенді ата-аналары. Сырым көп болсын ұлы. Белсенді ата-анамыз Амантай қызы Жәмила, және де мектебіміздің қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші Усабаева Айгүл Айыпжан қызы, және де бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Рахимкулова Дамира Асқар қызы. Қош келіпсіздер. Бүгін жалпы баланың мәселесін қозғауды жөн көріп отырмыз. Баланың әлемі, оған қалай жүрегіне жол табамыз деген мақсатта. Жалпы балаңыз сізден не күтеді? Сіз оның жан дүниесіне қаншалықты жақынсыз? Осы сұрақты басшылыққа алып отырып, балаңыз сізге сенім арта ма жалпы? Балаңыздың ішкі сезімдерімен бөлісіп, ішкі сырын түсіне аласыз ба? Сіз үшін балаңыздың жүрегіне апаратын жол қандай жол? Осы сұраққа бірден өз ойымызды бөлісе кетсек, құрметті ата-аналар, сіздерден бастасақ. Енді кіші қызым сіздердің мектепте 1-ші сыныпта оқиды. Қыз болғаннан кейін анасына жақынырақ, әсіресе сырласу мәселесінде. Маған біраз нәрселерді айтуды қаймығады, ана арқылы жеткізеді, ондай бар. Бірақ енді тәжірибеде бар ондай нәрсе, кішкене әкеге жақынырақ болады деген сияқты, ондай да бар. Қазіргі балалар мен сезуім бойынша сөзді көп тыңдамайды. Көбінесе сол жаңағы таңертең кешке құшақтасу бар, керемет болды, керемет жасады деген сияқты бір ілтипат бар. Сондай ғана болмаса, көбінесе солай. Былай сырласу көбінесе сол анасымен. Ана ретінде айтасыз. Дұрыс айтасыз. Негізі қыз бала болғаннан кейін, анасымен көп ақылдасады. Бірақ әкесіне де жақын. Бізде қызымыз осы мектепте оқиды. 7-ші класында оқиды. Көбінесе мен арқылы кейбір айтылмаған нәрсесін әкесіне айтады, но прямо көп жағдайда әкесіне ашық айтады барлық нәрсені. Мен өзімде 4 бала болды. 2 ұлым, 1 қызым үлкен. Өзім енді жетіліп жатқанда олармен бірге өсіп, өзім солай ақыл беруге де менде сондай бір не болған жоқ. Өзіммен бірде өсті десем болады, балдар қыздарым. Осы 4-ші қызым кішкене еркелеу болды. Өзіміз қолда өзіміз қарап өстік. Сондықтан жаңағы әкесіне жақын болды. Бәрін ашып айта алады. Жаңағы негізі бала бізден мейірімді күтеді ғой. Мейірімді күтеді, сосын қолдауды күтеді ата-анадан. Негізі баланы сол, мен ойлаймын, қыспау керек сияқты, өздерінің ойын айту керек, ашық айта білу керек. Үлкен қызымда мен көбірек сабаққа да білім ал өзім оқымағандықтан мен сол кісіге көбінесе балдардан оқытқым келді да. Білім алу керек, білім бірінші очередте деп көп қыспақ жасап, сен неге ұша аласың, неге мына сабағың дұрыс емес деген сияқты
көп не болды балдарда. Бірақ қазір уже кіші қызға келгенде еркіндікке жібердім да. Ол 3 ала ма, 3 алу керек, жылай ма, жылау керек деген сияқты. Қандай айырмашылық байқайсыз? Бірінші балаларыңыз сондай позицияда ұстадыңыз. Келесі эксперимент болып жатыр. Біріншімде кішкене білімге жақын, жақсы, білімді, өздерінің намын таба алатындай. Бірақ салыстырып отырады, мама бізді кезінде оқытып едіңіз, неге мына қызыңызға келгенде дұрыс нетпедіңіз, айтпай жатсыз деген сияқты салыстырма болады. Иә, бірақ енді салыстырып отқанда білім жағынан артықшылығы бар, бірақ сол көп жағдайда баланы біз қысып тастаймыз. Білім жағынан, кешіріңіз сөзіңізді бөлейін, білім жағынан артықшылық көріп жатсыз, бірақ психологиялық тұрғыда еркіндік, иә? Еркіндігі, ойын қатты жеткізе алмайды, сол жағына көп мән бермейміз. Ал мына кіші қызға келгенде ол бәрін ашық айта береді, қорықпайды. Сол жағынан кішкене өзім біліп отырам. Көп психолог жаңа кітаптарды оқығанда өзімді сонымен түсіне бастадым да. Баланы көп, иә. Сонда баланы біз көбінесе білім жағына қыса беріппіз дағы. Мынандай еркелігін, ойын жеткізуін сол жағын өте қатты мән бермеппіз. Сіздерде сөзіңізді білейін, жалпы ата-ананың пікіріне сіздерде қосылады деп ойлаймын, құрметті ұстаздар. Жалпы осы тұрғыда енді сіздерде ата-анасыз ғой, мұғалімсіздер, бір жағы ата-анасыздар, сіздерде екі міндет бар, иә? Былай қарап отырсаңыздар. Енді осы жағдайда Жәмила ата-анамыз айтып отыр ғой, алдыңғы балаларды кішкентай білімге қарай көп жағдайда бағыттап, кішкентай қысыңқырап ұстадым дейді. Ал келесі баланы еркіндікте жібердім. Ол білімге кішкентай өте соншалықты құмар емес деп тұр. Бірақ енді осы жерге келгенде мейірімділікпен шекараны қалай қоршау керек? Мейірімділікпен кез келген дүниенің шекарасы бар ғой, соның балансын қалай ұстау керек? Жақсы, жаңа ата-аналар айтып жатыр ғой, дұрыс. Енді бұл кісілер отбасында да өздерінің бала тәрбиесіндегі тәжірибелермен бөлісіп жатыр. Біз енді шынымен екі жақты, әрі ұстаз, әрі ата-ана ретінде бізде де ондай жағдайлар кездеседі. Өйткені мен өзімде 3 балам болды. Алғашқы екеуіне кішкене қаталдау қарадым. Өйткені бір талапты көп қойдық па, жаңа ол кезде бір ұбытының бір нағыз бір қызып тұрған кезі десек па, бір бастамасы ма, ол кезде біз енді тек қана фокусты сол білімге қарай бағыттай бердік, байқасам. Кішкене бір қателік жасап қойса да бір жазалап оларды солай ұстадық. Ал енді 3-ші баламды шынымен енді өзімізде кейде қалжыңдап күлеміз. Мирасқа келгенде бәріміз әкесі де мен де әлсіздік таныттық, енді оны өзіне де айтамыз. Ол барлық қателік жасаса да кешіріп, жаңағындай бір нәрсені дұрыс істемесе де, оқығысы келмесе жарайды оқымай-ақ қойсын деп. Тіпті ол университетті ауыстырып тастағанда да біз оған еш нәрсе дей алған жоқпыз. Өз еркімен бір күнде жаңағы арыз жазып шығып, 2-ші университетке түсіп кеткен екен. Оны да білмейміз. Соның өзін кешірген кезде ана үлкен ұлым айтады ғой, сіздер қандай, иә, сіздер бізге мынау жазып келе жатқанда әріпті дұрыс жазбағанда сіздер бізге қатал талап қойып, мынау не деп сөйтетін, сіздер университетті балаңыз тастап кетіп 2-шісіне кеткеннен деген жоқсыздар деп. Міне сол кезде біз кішкентай балаға бәрібір басқаша бір еркіндік береді екенбіз. Әлде біз бұл қазақтың бір психологиясындағы бір қалыптасқан дүние ма деп ойлаймын. Кенже бала бір оған бір ерекше сондай қараймыз. Өйткені жаңа мен ата-анамды тыңдап отырмын, дәл сондай жағдай. Енді мен осы мектепте жұмыс жасап жатқаныма 15 жылдай уақыт болыпты. Уақыт деген зымырап өте береді екен. Қазіргі кезде 9-шы 11-ші сыныптарға сабақ берем, 5-ші сыныптымда бар. Енді бәрібір 3 буын ғой, 3 буын 3 түрлі бәрібір қарасаңыз. 5-ші сыныптарға келсем, шынымен мейірім, олар әлі кішкентай ғой. Тіпті мені құшақтап барғанда апай деп, кәдімгідей құшақтап сөйтіп амандасады. Балапан сияқты. Иә, балапан сияқты. Содан кейін мен оларды айтамын, ой, менің кішкентай балапандарым ғой деп. Содан өткенде бір 11-ші сыныптың қыздары көріп қалыпты, жаңа құшақтап беттеріне сүйіп жатқан. Ой, сонда апай не, біз енді не болып кеттік па деген сияқты. Балапанның үлкені болып кеттік па деген сияқты. Сондай жағдайлар кездеседі, әрине. Дегенмен де мына отбасы деген ол ең басты. Мен айтам, кез келген сыныпқа сабақ бергенде мен айтам, ол адамның ана өсімдіктің тамыры сияқты ғой ол.
сіз мысалы өсімдікті жаңағы қалай өсіресіз, гүлді өсіресіз, иә, ағашты өсіресіз, сіз барып оның жапырағынан бастамайсыз ғой, сіз оны тамырынан бастайсыз. Мына бүкіл дүние тамырға сіңу керек, сонда ғана ол гүліңіз жаңағы гүлдейді, ағашыңыз жапырақ жаюы мүмкін деймін. Бізде отбасында жаңағы кетіп қалған қателіктер, жаңағы болмай жатқан дүниелерді біз мысалы түзете алмаймыз. Мысалы мектепте деймін да, бала уже қалыптасып кетеді, отбасында әбден соған үйреніп кеткен мысалы. Сондықтан тамырды дұрыстау керек деп балаларға үнемі айтамын, тамыр дұрыс болса, ол кез келген гүл жайқалады, кез келген жапырақ ағаш өсиет деймін да. Ал сіз суды құя бергеннен ол өспейді, ол құры құясыз, бірақ тамыры шіріп тұр оның. Сол сияқты тура баланың тәрбиесі тура сондай. Яғни бесіктен басталу керек бала. Туған беттен бастап оны қазіргі мысалы ата-аналар әртүрлі ғой, қазір мектепте мысалы жас ата-аналар өте көп, иә. Мысалы бала тәрбиесінде енді кішкене тәжірибелері жоқ. Сондай кезге келген кезде балаларынан байқалып тұрады. Тәжірибенің аздығы, мысалы балаға берілмеген мейірім, таңнан кешке дейін құр жұмыс істеп, мен баламды қамтамасыз етіп жатырмын, болды деп ойлайды. Ал негізі материалдық жағдай. Балалар саған үйреніп кеткен, алдыңда бар, шетінің бар, киетін киімің бар деген сияқты. Жоқ, балаға кішкентай кезден бастап кәдімгі мейірімді де мына жүрекпен беру керек не нәрсені де. Мен жоғарғы сыныптың оқушыларына да айтып жатырмын. Мысалы, білім деген қалай болу керек? Абай айтқан емес пе? Білім басыңа қонған ақыл, иә? Ол ақыл, егер ол жүрекке бағынбаса, ол ақыл бізге пайдасы жоқ. Балалар тек ақылмен ғана шектеліп қояды. Олар ойлайды, біз білім алдық болды деп. Ол олай емес деймін. Ол ақыл сүзгіден өтті. Сүзгі жүрек бұл жерде. Жүрек реттейді бәрін. Деп Абай сондықтан солай болғанда ғана толық адам болады деген. Егер мына бастағы ақылды, білімді сіз жүрекке бағындыра алсаңыз ғана ол толық адам бола алады деп. Міне осы біз толық адамды жасай алмай жатырмыз. Қазіргі қоғамда өте қиын болып жатыр. Шын мұғалімдерге де ата-анаға да оңай емес. Қазір баланы әлеуметтік желі тәрбиелеп жатқан, иә. Біз қанша айтқанмен шындық басқаша сияқты болып көрініп жатыр оларға. Біз айтамыз, мысалы мен кейіпкерлерді, жаңа образдар талдаған кезде осындай болған деп айтамыз, бірақ қоғамда басқаша болып жатыр. Басқаша қаншама қазақтың басында мысалы дерт, балаға байланысты мысалы, иә, отбасында көрген зорлық, зомбылық жаңағы көріп жатқан. Осының бәрі мейірімнің жоқтығынан болып жатқан дүниелер ғой. Мысалы, иә, отбасындағы ата-ананың дұрыс болмағандығынан болып жатқан дүние. Осы жағдайда енді бізге көп ойлану керек сияқты. Бұған бір үлкен мемлекеттік тұрғыдан келіп ойланып, осы жағдайға бір жай қарамау керек. Өйткені біздің бала болашағымыз, адамсыз мемлекеттің керегі де жоқ қой, былайша айтқан, ол құрып жатқан адам. Сондықтан адами капиталды дұрыстап жолға қою керек сияқты. Өте жақсы, өте тұшымды пікір айттыңыз. Осы тұрғыда мен жаңа ойыма келгенде жазып жатырмын. Әлсіз қоғам дейді да, мықтыларды тудырады дейді, ал мықты қоғам әлсіздерді тудырады дейді. Осыған қалай қарайсыздар? Сіздер өздеріңіз ойларыңызды айтып кетіңіздерші. Енді бұл қоғамда қоғаммен, кешіріңіз, қоғаммен заманға кінә арта беруге бола ма? Жоқ әлде басты себепкер адам ба? Жоқ, бір-бірімен байланысы бар. Қоғамда адам сияқты ғой, ол да туады, есейеді, өледі деген сияқты мәселесі бар. Кейбір қоғамдағы кейбір қалай айтайын, бұзақылық, қалай айтайын, адам кейбір бұзақылықтарды өзі жауап береді. Мысалы, кейбір бұзақылықтар болады сондай. Күнәлар деген сияқты. Кейбір күнәлар, бұзақылықтар бүкіл қоғамға әсер етеді. Қазақтар айтады ғой, жаңағы әй дейтін қожа, әже жоқ қой дейтін қожа жоқ деген сияқты. Өте маңызды нәрсе. Біз қазір мысалы ұят деген сөзді қайта айтып, мен дейді ғой жаңағы. Мәнісін әлсіреттік. Ұят деген сөзді айтуға ұялатын жағдайға келдік. Басқа біреудің жаңағы баласына бөтен адам қазір далада өтіп бара жатып ақыл айта алмайтын жағдайға келдік. Жаңағы анау нелерді өзіміз бастырып қойып қойдық та мысалы. Сол үшін қалай айтайын, қоғам
уақытқа байланысты емес әлбетте, бірақ қоғамға өте қатты байланысты. Өйткені мысалы ата аналар ретінде балаларымыз туралы көп нәрсе айтып жатырмыз. Жарайды, жақсы, мысалдар көп. Қаншама керемет мысалы ақылгөй, дана Қазақстанның азаматтарының балаларына бір қарап шолу жасасаңыз, жаңағы солардың балалары сияқты емес та, тәрбиесі мүлде өзгеше. Жаман десек те болады, яғни. Бұл неге жаңағы соцсет дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, қоғамға әсер ететін нәрселерді, институттарды біз өзгертпесек, мұғалімдерге кішкене еркіндік берсек, мұғалімдердің арасына мысалы еркек мұғалімдерді көбірек қоссақ, статус берсек, мысалы Жапония туралы айтатын мысалы, сондай бір мәшһүр бір әңгіме бар ғой, жаңағы бізде мұғалімдер күні жоқ. Неге десе, өйткені бізде әр күн мұғалімдер күні деген сияқты бөлек. Немесе біздің өзіміздің тарихымызды қарасақ, ұстаздың орны бөлек болатын. Қазір ата-аналар шетінен әртүрлі мінездер бар. Мұғалімге әңгіме айтады. Біздің кезімізде менің әке-шешем жаңағы офицер ғой, енді үлкен. Мұғалімнің қасына бүйтіп тік тұратын, жаңағы мұғалім бір нәрсе айтып отырса, жаңағы мен бұзақылықтарымды естіп тыңдап деген сияқты. Сол үшін өте маңызды. Сол мектептен бастау керек. Немесе мысал ретінде былай айтайын жарайды. Екінші дүние соғысы басталар алдында, жаңағы Гитлерлер бірінші үкіметке келердің алдында, 33 жылдары ғой деймін. Ең бірінші алған министрлік қандай министрлік болды? Білім министрлігі. Содан басталды. Қалған бәрі жаңағы қоғамның көңілін өздеріне бұра бастады, сөйтіп кетті. Сол үшін қазіргі мұғалімдердің жұмысы өте қиын. Қоғам басқа, бала басқа. Сол үшін кішкене мұғалімдерге кішкене еркіндік беру керек. Ол бір, одан кейін мен енді бір компанияның директоры ретінде жаңағы айтатынбыз ғой, жаңағы кенже балаларға кішкене басқаша қараған сияқтымыз. Менің ойымша тек қана оған байланысты емес, біз енді есейіп жаңағы тәжірибе жинағаннан кейін, өмірлік тәжірибе жинағаннан кейін приоритет дейді ғой, кішкене өзгерді да бізде. Кемелдену келе бастады. Иә, жаңағы обязательно жаңағы университет бітіру керек, анау болу керек, мынау болу керек деген нәрсе, ол ой кетті бізден. Сосын жаңағы компанияның директор ретінде әртүрлі адамдар жұмысқа келеді ғой, мысалы. Немесе өздеріңізді байқап отқан шығарсыздар, мысалы, талай жақындарыңыз, нелер, бір 80-90% адамдардың өздерінің оқыған білімдерімен жұмыс істеп жатқан жоқ. Олай болса, неге біз жаңағы, мысалы, мұғалім дұрыс жасады, жаңағы бастыруымыз керек. Біз жоқ, осы университетте оқисың, бітіресің, үйтесің, бүйтесің деген сияқты. Іздену керек. Бірақ ізденіс қазіргі жастарда неше түрлі жастар келеді жұмысқа тұруға. Мысалы, кейбір жастардың қазір мода болып кетті жаңа. Мен өзімді іздеп жатырмын, анау деген сияқты. Оның да алтын ортасы болу керек, әлбетте. Үлкенде бір ақыл айту керек, не айту керек, тоқтам болу керек деген сияқты. Немесе қазіргі жастардың көбісі бір нәрсені қаласа, қазір болу керек. Оны пісіп жетілу керек деген сияқты нәрсе жоқ, мысалы. 10 жылдан кейін жаңағы белгілі бір белестерге жету керек деген нәрсе жоқ. Қазір болу керек. TikTok-тағы, Facebook-тағы неде сияқты ғой, роликтер қалай 30 секунд, 1 минут қалай болса, өмірдегі нәтиже солай деп ойлайды. Солай болу керек деп ойлайды ғой. Дұрыс қой, сол бір жағынан әлеуметтік желі ғой, жаңағы баланың да психологиясын әсер етіп жатқан сол ғой. Өйткені сіз айтасыз, жаңа мен айтып жатқан сол ғой, сіз айтасыз, осылай болады деп, бірақ әлеуметтік желіде оны басқаша көрсетіп жатыр ғой. Содан кейін бала екі жақты ойланады да, айтылып жатыр. Демек, мына кісілердің сөзі бір біздікі жалған сияқты болып көрінеді да. Өйткені әлеуметтік желіде көресіз бе, бәрі қазір нені түсіреді, әдемісін түсіреді, иә. Жаңа ғана мен осы қазақ әдебиеті сабағында 11-ші сыныпта отырдық, сол кезде жаңағы Викторның қазынасы деген үлкен бір тақырып өттік. Сол кезде мынандай дүние айтылды. Сіз өзі шынайы өмірдегі нәрсеге қарағанда, виртуалды өмірде
көп нәрсені армандап жүзеге асыра аласыз ба деген пікірге келісесіздер ме деген оқушыларға сондай жақсы бір сұрақ қойылды. Сол кезде олар бірден жауап берді, иә, біз виртуалды өмірде бәрін жүзеге асыра аламыз деп. Содан кейін қалай деп сұрадым мен балаларым, қалай жүзеге асырасыздар деп. Сонда апай, біз мысалы мына жақта қиналып, жанымыз қиналып тұрса да, біз виртуалды өмірде бақытты адамның кейпін көрсетіп, әдемі нәрселерімізді көрсетіп, елге солай өзіміздің бақытымызды бөлісе аламыз дейді. Мен айтамын, ол жалған ғой деймін. Ол жалған ғой, сендер қалай? Сендер шынайыны көрсете алмай, өтірікті көрсеткеннен кімге пайда? Мысалы, өзіңе зиян ол, біріншіден. Қоғамға енді ол бір көреді да сені қоя салады. Бірақ өзіңе зиян ғой. Мен осы жерде көрдіңіз ба, балаларды көп нағдастырып жатқан осы әлеуметтік желі ма деп кейде менде ойланып қаласың, мұғалім ретінде балалардың ой екіге бөлініп, сондай мысалы жеңіл қарайды көп дүниеге. Ой, апай, қойыңызшы, бүйте саламыз деген сияқты дүниелер өте көп айтылады балалардың тарапынан. Ал негізгі шынайы өмірде ол өте күрделі нәрсе. Талай нәрсені қиындықтан өткен, жаңа сіз айтып жатсыз, қоғамды жеңіл қоғам мүмкін қиын адамдар тәрбиелеп, қиын қоғам мықты адамдар тәрбиелейді. Ол солай шынымен де. Қазір қоғам біртүрлі, қалай десек болады, жеңілденіп кетті ма? Балалар жеңілге бейімделіп кетті. Ал біздің кезімізде қалай? Білімнің өзі қиындықпен келетін. Мен балаларға айтамын да, сіздер қазір әлеуметтік желіде барлық кітаптар тұр, бірақ оқымайсыздар. Кітапханада толып тұр, мынандай ешқашан болған емес. Біз мысалы мен өзім Алматыда мемлекеттік университетінде оқып жүрген кезде Абай жолын алу үшін мен Пушкин кітапханасы бар Алматыда. Бірақ үлкен кітапхана ол. Сол жерге барамыз, Абай жолының өзі бірнеше ғана экземпляры болады. Оны біреулер алып кетеді. Енді мен ғана оқымаймын ғой, толып жатқан, мысалы басқа университетте оқып жатқандар, институтта оқып жатқандар алып кетеді. Иә, студенттер алып кетеді. Содан кейін айтады, сіз 2-7-ден кейін келіп аласыз жаңа кітапты дейді. Мен сол 2-7 бойы күтіп жүремін. Содан кейін барам қайта. Менің қарап тұрсаң, бүкіл уақытым, бүкіл немнің бәрі сол бір кітапты алумен кетеді. Ал сіздер дайын. Демек дайын да бізге не алып келетін сияқты. Қадірі жоқ. Қадірсіз. Жаңағы 2 апта күттіңіз, иә, сіз 2 апта күтіп кәдімгі құлшыныспен барып оқып тұрсыз ғой. Қазір ішкі жан дүниеңізбен. Қазір дайын нәрсені қабылдамайды, себебі балада сол құлшыныс жоқ қой. Көрдіңіз бе? Қадір болмай тұр да, қадір болмай тұр. Ал маған сол кітаптың қадірі болып тұр. Өйткені мен ана зачет тапсыруым керек, уақытында мысалы оқуым керек деңіз. Менің мамандығым сол болғандықтан. Міне осындай жеңіл нәрселер шынымен біздің балаларды адастырып жатыр. Өте адастырып жатыр. Тез жеткісі келеді. Жаңа ата-ана дұрыс айтып жатыр. Бұл кісінің айтып жатқаны. Сол өте тез болса екен дейді. Тіпті өзіңіздің үйдегі балаларды айтыңызшы. Мен тез ананы жасап тастауым керек. Мен мысалы ұлдарымның өзін айтатын, жоқ, балам, кез келген нәрсе баспалдақты басудан басталады. Сен бірінші баспалдақты бас, одан кейін екінші бас, сен бірден үшінші баспалдақты басып алып түсуің қиын болады ғой. Мысалы сондай кезде ойлануда, осындай жағдайларда ата-ана отбасында жаңағыдай бағыт бағдар беріп, баласын сондай, мүмкін ол жастық жалынмен де айтатын шығар, ол да дұрыс шығар мүмкін. Бірақ бағыт бағдар беру ата-анадан. Мектепте біз мысалы міндетті түрде ұстаздар оны қолға аламыз. Мысалы бізде көбінесе қазір эмоция жетіспейді ғой балада. Біз кейде мен таңғаламын, бір кейіпкерлер болып жатады, бір аянышты тағдыр болып жатады, мысалы соның өзі, мысалы бақытсыз Жамалды оқытып жатсақ та, мысалы Жамалдың тағдыры осындай аяқталды, балалар мысалы қайғылы оқиғамен десең, бір балаға әсер етпейді. Эмоция да жоқ, эмпатия да жоқ, иә. Бір балаға әсер етпейді анау. Деп қабылдақ. Жамал сөйтті ма дей салады. Ал біз кезінде жылайтынмын кезінде бір оқиғаны оқып, сол есімнен 1 ай 2 ай кетпейтін, жылап соғының анан эмоция. Демек бізде сезім болған, көрдіңіз ба? Қазіргі балада сезім өте аз. Сол сезімді біз қалай ұялатамыз? Сол жағынан мысалы мен көп ойланамын. Балаға қалай әсер етуге болады жүректеріне? Олар жаңағы айтылсын, сезім жоқ сияқты. Сезімнің бәрі топқа кетіп қалған. Иә, соны айтып жатырмын. Мысыққа қарап, олар сол жерде көп жылап алған. Кредиттің бәрі сол жаққа жұмсап алған да. Бір одан кейін мысалы біз айтамыз 3-тік. Ата-ана, мұғалім, бала. Бірақ адамның ар-ұжданына әсер беретін 3-тік бар. Ол тіл, діл, мәдениет, дін. Біз бұрын Совет үкіметінен қалған бір не бар да, қорқыныш бар, не бар, жаңағы соны шектете береміз. Мынау біреуіне қараймыз, екіншісіне қараймыз, үшінші бөлек болып кетеді да.
Мысалы біздің бүкіл жаңағы дана ақтөбелеріміздің жаңағы жазушыларымыздың ғұламаларымыздың нелерін қарасаңыз үшеуі де бар. То есть енді біз балалардың қасында өмір бойы бола алмаймыз ғой. Мұхит деген сияқты бір өмірге жібереміз мысалы. Оған жаңағы әсіресе біз жүрекке жол деген сияқты мәселе айтамыз. Жүректің өзінің бір несі бар, инструкциясы бар. Ол тек қана тіл мен діл ғана емес, ол дін де бар. Әлбетте жаңағы анау мешіттегі сияқты әңгіме айтудың қажеті жоқ. Ол біздің кітаптардағы жаңағы Абайдың болсын, Шәкәрімнің болсын, Мәшһүрдің болсын. Солардың өзінде жеткілікті көп нәрселер бар. Дұрыс айтасыз. Бірақ оны жаңағы былай өтіп жаңағы айтылмай қалса, сосын таң қаламыз. Ананы беріп жатырмыз, мына кітап оқып жатырмыз, анау отыр, мынау отыр деген сияқты. Мысалы мен 15 жасқа дейін кітап оқымағанмын. Ертегі ғана оқыдым. Ең қызығы. Одан кейін сразу тарих кітаптарына өтіп кеттім. То есть мен жаңағы қоғамдағы өзімнің орнымды түсіне бастадым. Біз қазақпыз, жаңағы ұлтшылдық пайда болды, анау пайда болды. Как раз неге 91 жылға келе бастады ақын. Одан кейін жаңағы біздің қазақ жазушылардың кейбір кітаптарын, нелерін, ертегілерінің өзінің мен айырмашылықтарын байқай бастадым. Мысалы қазір Спанч Боб, неше түрлі мультфильмдер бар, анау бар, мынау бар. Немесе мысалы біздің бір көршінің ертегілерін қарасаңыз түк мағынасы жоқ. Біздің жаңағы кішкентай ертегілердің өзі бөлек. Біздің анау Абай атамыздың қара сөздерінің өзі бөлек. Анау Шекспир, Мекберлерден кем емес. Біз қалай айтайын, өзіміздің мәдениеттегі жаңағы кітаптар болсын, бізге қалған мирасты дұрыс сезіне алмай жатырмыз. Құндылықтарды. Солай болады. Тамаша. Сөзіңіз аузыңызда. Дамира Асқарқызы, жалпы балалығы болмаған баланың дұрыс даналығы да болмайды дейді ғой халық. Жалпы бастауыш сынып мұғалімі ретінде балаға жол табудың жолдарын қалай қарастырасыз өзіңіз? Мысалы, сыныбыңыздағы көңіл күйінде өзгеріс болып тұрған баланы бірден танисыз ба? Ол баланы ары қарай қалай байқап жұмыс жасайсыз, қалай қолдайсыз? Сол мақсатта бір-екі ауыз. Орта буын, жоғары буыннан қарағанда бастауыштың баласы кәдімгі өзімнің балам секілді. Білмеймін, орта буында қалай болатынын. Ол балалар бастауышқа келгенде аузын ашып, мұғалім не айтады деп, сол мұғалімде болады бар назары. Даже менде бір оқушы болған, үйіне барып, мамасы екінші тәсілін түсіндіріп жатса, жоқ, сен не білесің, мен апайым осылай айтқан деп. Сол себепті бастауыштың мұғалімі қалай, баласы да соған ұқсайды. Артынан еріп келе жатқан жүрісіне дейін, жүріс-тұрысына дейін. Сол себепті ең бірінші жаңағы өзімді тәрбиелеуім керек деп кейінгі күндері осыны ойлана бастадым. Себебі мен өзім балам туғаннан кейін мен бала тәрбиесі тақырыбында көп іздендім, көп кітаптар оқыдым. Жаңағы шетелдік кітаптарды после 3 уж поздно, жаңағы күні кеше шыққан Жандарбектің кітабын да оқыдым, ананың кітабын, Абай бала тәрбиесіне байланысты не бар бәрін оқи бастадым. Бірақ енді бастауыштың баласы болғаннан кейін мұғалім ретінде оған жол табу ең алдымен ол баланың ішкі жан дүниесіне үңілу деп ойлаймын. Өйткені сыртынан былай айтып ұрыстың жарайды, жаңағы басқасы, бірақ ішкі жан дүниесінен үңіліп, ол баламен жай ғана сөйлессең, ол бәрін айтады. Бастауыштың баласы үйінде болып жатқан нәрсесіне дейін айтып береді. Сыр сақтамайды олар. Сол себепті ең алдымен мен оның жаңағыдай көңіл күйін біліп алуым керек, отбасылық жағдайын білуім керек міндетті түрде. Өйткені отбасындағы жағдайын білмей, мен ол баламен жаңағыдай әңгімелесе алмаймын, қарым-қатынас жасай алмаймын. Сол себепті ең бірінші отбасылық жағдайын білгеннен кейін жаңағыдай ақырын сөйлесесің, жылы сөйлесіп, енді ешқандай былай 4-ші сыныпқа барғанда болмаса, бастауыштың 1-ші, 2-ші сыныпта ешқандай анау айтатындай проблема болмайды. Сіздер тағы да ойларыңызды қоса отырсаңыздар, жалпы баланы тыңдау мен есту дегенді ажыратып
отырсақ. керемет. Тыңдау және де есту. Тыңдау ол жай ғана мысалы жұмыс басты болғаннан кейін кешкілік барасың да үйіңе бір нәрсе айтуы мүмкін бала. Иә деп ана болғаннан кейін тамақ істейсің, жаңағыдай. Иә дұрыс айтасың, ха деп былай бір алыстан бір қарап қоя салуы мүмкін. Ал есту ол ішкі жан дүниесінде. Мүмкін бала сол арқылы саған бір нәрсені жеткізгісі келіп тұрған шығар. Мүмкін ол бала енді подростковый возрастта болуы мүмкін. Айта алмай тұрған шығар, мүмкін қысылып тұрған шығар, мүмкін астарлап бірдеңе айтқысы келіп тұрған шығар деп ойлаймын. Тыңдау мен естудің екі айырмашылығы сол деп ойлаймын. Естудің нәтижесі кішкене бөлек болуы мүмкін. Әрекет мұқтаж етеді. Естідің ғой, оның нәтижесі болу керек. Тыңдаудан. Қазір мен ойлаймын, қазір қоғамда кішкене айтып жатыр ғой, шынымен мына әйел адамдар көп жұмысбасты болып кеттік қой. Негізі өтірік емес ол. Өзі Мұхтар Әуезов айтпай ма, адамдықтың негізі әйел деп бірінші әңгімесін сол әйел тақырыбында арнаған негізі Мұхтар Әуезов. Неге? Мен қазір соны ойланып отырсам, қоғамды құрудағы ең маңызды мақсат ол әйел адамның қолында екенін сол кісі өзінің мақаласында айтып кеткен. Неге? Өйткені айтады ғой, ер баланы тәрбиелеу арқылы жердің иесін тәрбиелейміз, ал қыз баланы тәрбиелеу арқылы ұлттың иесін тәрбиелейміз. Қандай керемет. Ұлт деген ол әйелге байланысты. Мен солай ойлаймын. Ал неге бізде қазір кеңестік дәуірде бәрімізді сыртқа шығарды ғой енді, иә? Кезінде оған дейін біздің қазақтың әйелі қалай еді? Біздің қазақтың әйелі үйде еді, бала тәрбиесіне көп көңіл бөлетін еді. Ер адамдар жаңағы сыртта нәпақа табушы сондай ретінде. Ал кеңестік дәуір айтты, қазақ қыздары оқу керек, неге үйде отыра береді? Содан бәріміз бытырлап оқыдық қой. Өтірік емес, иә? Шындық бұл шынайы. Сол кездегі саясаттың бір жолы болуы да мүмкін, бізді бір басқа бір бағытқа салудағы. Содан мен қазір ойласам, біздің отбасында көбінесе қыздардың оқуына көп көңіл бөлген екен, ұлдарға қарағанда. Қазір кейде мен әкеме де ойлаймын, неге сонда ұлдарға көп көңіл бөлмей, керісінше қыздарға білімді аз беру керек пе деген сияқты. Қазір білімді болып алдық, қоғамның барлық жерінде біз белсендіміз, біз ерлердің алдына шығып кеттік. Ерлер қазір былайша айтқанда, иә, сіздікі дұрыс дейтіндей жағдай болды. Бұрын ер азамат айтатын. Ер азамат сөйлеген кезде, біз мысалы атамыз сөйлеген кезде, әкелеріміз сөйлемей отырады. Әкеміз сөйлеген кезде, аналарымыз сөйлемей отырады. Өйткені қоғам сондай болды, тәрбие солай болды. Содан кейін қазіргі кезде мінекей әйелдер өз қолына тигеннен кейін, өз ақша тапқаннан кейін, ол енді ер адамға бағынан ба, бағынбайды әрине. Содан кейін отбасына қарай ма ол әйел? Қарамай, таңнан кешке жұмыс істеу керек. Қазір бәсеке, бірімен бірі байлықпен, ой алтындатып, күмістеп жатқан өмір, ал сен неге одан қалуың керек? Сондықтан әйел адам алды да, мен де жұмыс істеймін, мен де қолымнан келеді, деді да, бала тәрбиесін сырып қойды. Сонымен ең маңызды мақсат материалдық ақша табу деп ойлады. Ал негізінде ол ондай ойлайтын әйел, ол дұрыс ойламайтын әйел. Мен солай ойлаймын. Мен мысалы өмір бойы мектептемін, бірақ мен үнемі бір смена ғана жұмыс істеуге, мен өзімнің айтайын, бірақ смена. Мен өмір бойы солай істедім. Мен осы әкімшілікпен де ұрыстым ол үшін, ренжісті. Маған ана қоғамдық жұмыс, мына қоғамдық жұмыс, белсенді болуға талай ұсыныстар болды. Мен бірақ біреуіне қатысқан жоқпын. Өйткені өзім 5 жыл әкімшілікте жұмыс істеп көрдім. Мен 5 жылда мен бала шағама қарай алған жоқпын. Мен қарасам, өсіп бара жатырмын. Кәдімгідей енді маған тіпті енді мен осыдан арқалықта жұмыс істеген осы мектептің алдында. Сол кезде тіпті мектеп директорына дейін ұсыныстар келіп жатты. Мен содан кейін айттым, жоқ. Қарасам, күйеуімнің жұмысы керісінше кері кетіп бара жатыр. Сол кезде мен бірден ойландым. Вот, мінекей. Бір үйге екіне берілмейді ешқашанда. Ол ер адамға берілу керек. Өзімді тоқтаттым, осы жерде Айгүл тоқтау керек. Ендігі әкімшілікке жоламау керек, бітті. Сенің міндетің өзің диплом алған тең ба? Соны жұмыс істеді, кел. Содан кейін өмір бойы мен түске дейін ғана жұмыс істедім да, түстен кейін істеген жоқпын. Мен өткенде осыны балаларым өсіп, өркендеп енді әлі үйленген жоқ, дегенмен де ақыл ойлар өсіп, сол кезде мен әңгімелесіп отырмыз, көп отбасында әңгімелесеміз, мен балалармен өте көп әңгімелесемін. Сол кезде олардың әрқайсының пікірін тыңдаймын. Тыңдау деген сол шығар деп ойлаймын мен. Өйткені мен жұмысымды қойып қоямын да, соларды тыңдаймын әрқайсысын. Өзім де солар арқылы кейде тәрбиеленіп жатамын. Сол кезде үлкен ұлым айтты ғой, мен сізге анашым ризамын деді. Біз қашан үйге келген кезде, сіз бізді жаңағы қарсы алып, тамағыңызды жасап, күтіп аласыз дейді.
біз сондай мейіріммен өскен, бізде сол мейірім бар. Сіз таңертеңнен кешке жүрген жоқсыз, мен сол үшін ризамын сізге деген кезде мен өзім таң қалдым. Үлкен ұлым осылай айтты маған. Сіз таңертеңнен кешке дейін жұмысқа беріліп жасаған жоқсыз, белгілі бір уақытта келіп, қалған уақытта сіз бізбен бірге болдыңыз. Сол үшін Алланың алдында рахмет айтамын деді. Мен ана жерде шын кәдімгідей жүрегім сондай бір мен дұрыс жасаппын ғой деген сияқты бір аналық. Сондықтан мен ойлаймын, аналарға таңертеңнен кешке жүрудің қажеті жоқ. Жарайды, мүмкін бір уақыт енді үйде отырып қалмау үшін, жаңағы алған білімі шектеліп қалмау үшін кішкене оған да даму керек әрине. Бала тәрбиесі оңай емес, үйде отырып бәрін тәрбиелей салуға болмайды. Ол да өсу керек, білім алу керек деген сияқты. Бірақ оның бір шекарасы болу керек. Бізде шекара жоқ, бізде шекара өте кең кетіп қалды. Жаңа айтып жатсыздар, бізде ұлттық дүние деп бұрын бізді ұлттық дүниемен тәрбиелейтін. Қазір ұлттық дүние деген жоқ, жалпы адамзаттық құндылықтар кетіп қалды. Өйткені балалар шетелдің әлеммен сөйлейді. Қазір сіз баламен сөйлесіңізші, сіз ұлттық дүниемен ешқандай бала сөйлеспейді. Әлемдік, жаһандық, апай ол былай ғой, біз жалпы адам ретінде біз былаймыз деген сияқты өздерінің, ол да дұрыс шығар, позицияларын айтады. Бірақ біз соның ішінде ұлттық дүниені негізге алу керек екенін біз кейде ұмытып қаламыз. Соңғы ата-ана қолдап жатады, ой, дұрыс сенікі, шетелден білім алу керек, анау мынау дұрыс шығар, мүмкін ол да. Бірақ сонда да ұлттық дүниені сіңіру керек балаға. Тыңдау деген осы деп ойлаймын. Оның пікірін тыңдай отырып, оны дұрыс жолға салу керек. Тыңдады екен деп барлық пікірін тыңдап жүзеге асыру емес ол. Мен баланың жүрегіне жол табу деген ол оңай нәрсе емес, шындап келгенде ол кәдімгідей үлкен білімді қажет етеді. Үлкен, ол да бір институт, шын айтқанда. Ол кез келген ана оны жасай алмауы да мүмкін. Сондықтан баланы дүниеге әкелдім деп, құры оған, мен балам дүниеге келген екен. Мысалы, ер бала келсе қалай қуанамыз біз, кейде қыздар ренжіп қалады, сіз ер бала келгенді айта бересіздер. Мен айтамын, ер бала ол үйдің тірегі. Өйткені қазақ солай қабылдаған десе, ол сендерді кемсіту емес деп айтамын. Кемсіту емес, әрқайсының өзінің орны бар. Бірақ орынды айту керек ата-ана. Солай айтып отырса, тыңдап отырса, ол бала ешқашанда жаман жолға түспейді деп ойлаймын мен. Сондықтан ата-ананың рөлі өте көп бұл жерде. Мұғалім соған ары қарай көмекші ретінде, қолдаушы ретінде ата-анамен бірлесіп жұмыс істесе, бұл нәтиже береді деп ойлаймын. Сөз жоқ, өте рахмет. Жалпы бала үнсіз болған жағдайға қалай қарайсыздар? Балада үнсіздік болғанда оны қандай ой болады сіздерде? Бұл нені білдіреді баланың үнсіздігі? Әсіресе ауыспалы кезеңге келгенде, балаларда енді психологиялық ерекшеліктер басталады ғой. Сол сәттерде жаңағы мінез құлық өзгереді, түрлі жағдайлар, баланың бойында агрессия пайда болуы мүмкін, тұйықтық пайда болуы мүмкін. Осы жағдайда үнсіздік пайда болса, оны қалай қабылдайсыздар? Нені білдіреді деп ойлайсыздар үнсіздік, баладағы үнсіздік? Жақында ғана біліп отырмыз ғой, психологияда әртүрлі адамдар бар екен. Интроверт дейді, экстраверт дейді, жаңағы әлемдік деңгейдегі ғой жаңа психологияның сол терминдер ғой. Хочешь не хочешь, мынаны жасайсың, үйтесің, жаңағы қаламаса да көпшіліктің ішінде жүру керек деген сияқты, негізі ол жалғыз отырғысы келеді деген сияқты. Оған да мән беру керек. Қазіргі жаңағы Z поколение анау дейді, мынау дейді, жаңағы олардың да бір нелері бар екен, ерекшеліктері бар екен, оған да мән беру керек. Әйтпесе жаңағы анау нетем деп сындырып қоюға болады мысалы. Бәрінен бұрын жаңағы әріптестеріміздің айтып жатқан көңіл бөлуден жалғастыра беру керек, үндемесе де. Өйткені әркімнің мысалы қызық оқиғалар айтады ғой, жаңағы 10 жасқа дейін менің әкем бәрін біледі екен, одан кейін түк білмейді екен деген сияқты, одан кейін тағы да белгілі бір уақыт бәрібір өтеді. Мысалы 15-16 жаста бар, одан кейін анау средний возраст жаңағы 30-45-лерде де бар, неше түрлі жаңағы. Сосын егер байқасаңыздар, ер адамдар мысалы кейбіреулер өздері бала сияқты болып кеткен, жаңағы 33-ке дейін әлі бала болып жүрді мысалы. Неге? Өйткені жаңағы мұғалімнің айтқаны дұрыс. Егер өз жанұясында мысалы жұбайы, әйелі, жары, жаңағы балалардың көзінше жаңағы ең басты орны мынау әкенің, ер ағасының, отағасының несі орны бөлек
деген нәрсе болмаса, все лучше детям деген сияқты непонятно жаңағы әйтеуір құндылықтар болса, бүкіл нәрсе балалар болса, онда мен бала болайын деген сияқты автоматически сондай неге кетіп қалады да. Сол сияқты мына үндемей болып жүрген кезде бәрібір әр адамның, баяғыда мен айтатынмын, марқұм анам айтатын, көп дос деген болмайды. Мен айтырмын, көпшімін ғой, жаңағы әркіммен нете беремін мысалы. Кейбір адамдар болады, мен енді байқадым, мысалы соңғы 3-4 жылда менің байқағаным дос түгіл приятель дейді ғой, жаңағы айтып араласатын адамдар жоқ, адамдар көп екен. Ойлаңыз. Өзі жеке әлем. Өзі жеке әлем. Сол үшін ең құрмаса жаңағы анау жасқа, жаңағы 14 переходный период дейсіз ғой, 10-19 жасқа, иә. Сол жаққа жетпей тұрып, коммуникация мәселесі, бір-бірімен араласу, сұхбаттасу, сырласу мәселесін кішкене бір ананың сүтімен, жаңағы әкенің ақылымен деген сияқты бір енгізу керек шарт. Енді өзім ойымды айтайын. Баланың сол осы жастағы үнсіздігі, ол кішкене жаңағы ой өрісі енді жетіліп, оң соңысын танып, әлі толық жетілмей жатқандықтан өзі жеке қалуға, өзінің ойын жинауға бір себеп шығар деп ойлаймын да. Жаңағы анадан көреді, мынадан естиді деген сияқты. Соның бәрін өзі жеке отырып қабылдауға. Бірақ енді ол жеке қабылдағанда үнсіздік өзінің ойын жинақтайды деп ойлаймын бала. Екіншіден, енді сондай ой жинақтап жатқан кезде кішкене арасында біз жаңағы көңіл бөліп тұрсақ, яғни ақылымызды айтып отырсақ, бала сол қиыншылықтан естіп басына түсіп тұрған бір қиыншылығы болып тұр ма, егер бір ренжісі болып тұр ма, ол сол ситуациядан шығады да. Бірақ ол ондай жағдай негізі балада да емес, үлкен адамдарда да болады. Кейде ойымызды жинақтауға өте қиын. Депрессия түсіп. Біреудің үйінде мысалға әртүрлі сынақ болып жатады ғой. Әртүрлі сынақтан әр адам әр қарай өтіп жатады да. Сондай кезде мен өзім енді өзімнің өмірімде тәжірибемде алып жатқан, өзім сол балдармен бірге жүріп өсіп, балдармен бірге нетіп жүргендіктен жаңағы ойым сол үнсіздік кейде жалғыздық қалып өзінің ойын жинақтайды деп ойлаймын. Бірақ сол бала сол кезде қылып қоймау керек. Біз өзіміздің ақыл ойымыз, кеңесімізді айтып, соны демеп жіберсек, бала қолдау көрсетіп, негізі әр балада қорқынышта болады, реніште болады. Бірақ содан біз шығатын ойды ашып айтуымыз керек та қазір балдарға. Ашық әңгіме, бөлісу керек. Біз осы мысалы қорыққан нәрсемізден біз қалай шығуымыз керек. Соны сәл бүйтіп, осы сіздің бағдарламаңыз жақсы, мен ойымнан шығып отыр. Біз осы бағдарламаны ары қарай жетілдірсеңіз, тек ата-анамен емес, балдармен де. Осы кітап мәселесінде өзімде тәжірибемде болды. Ұлдарды кітап оқыту қиын ғой, қыз балам өзі оқыды менде. Кітапты өзі жақсы көрді, оқыды. Ұл балаларды оқытуда менде қиындық туындады, сонда ойландым да, не істеу керек деп. Ол кезде мына үлкен ұлым 9 оқып жүрді. Содан кейін оған мен былай дедім: балам, мен саған бір кітапты ұсынамын дедім. Соны сен оқып шығасың осындай уақытта. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдарды» бердім. 9 оқиды, бірақ сонда да соны бердім. Өйткені тілі жеңіл. Содан кейін ішінде махаббат бар. Ол кезде бала махаббаттар оянып жатқан кезде ойладым, мен балама әсер етіп қалай. Осы кітаптан кейін қызықпайтын болсаң, мен кітап оқымайын десең, мен саған келісемін дедім. Екеуміз солай неге отырдық. Жақсы деді, мен оқып шығайын деді. Рискке кірген екен. Рискке кірді. Және қандай кітап дейсіз ғой жаңағындай. Содан балам оқып шықты. Жаңағы кітапқа кіргенде өзі 9 оқиды. 9-шы сынып, таң қалдым, шайға келмейді, тамаққа келмейді. Қазір мен мына несін оқып тастаймын, мына бір қызық жеріне келдім, залға кіріп алып отыр. Сөйтіп әйтеуір оқып шықты. Кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда. Қазіргі осы эксперимент, қазіргі дәл 9-шы сыныптың баласына жасасаңыз қандай жағдай болар еді? Соны жасап көру керек. Жасап көріңізші. Мен негізі айтып көрдім, бірақ көп балалар оқымайды. Көріңізші. Содан жаңағы өзімнің балам таң қалдым ғой.
сұрап кітап оқитын болды. Енді анашым келесі кезекте қандай кітап оқиды, өйткені ана кітап оны алып кетті. Шынымен қарап тұрсам, о баламның эмоциясы кішкене бәрібір бар екен. Кітапқа дейін көрдіңіз бе, ананы қабылдап тұр ғой эмоцияны. Әйтпесе құр оқып шықса, сезім болып тұр ғой, сезімдер. Не істемейтін еді. Мен өзімде 2 ұлым бар, екеуі 2 түрлі. Біреу ашық та, бәрін айтады. Жаңағы сіз переходной возраст дегенді айтып жатсыз ғой, өтпелі кезең ғой енді қазақша айтқанда. Екеуі 2 түрлі өтеді. Қараңызшы, былай қарап тұрсаң, анасы бір, әкесі бір, бірақ жаңа 2 бала 2 түрлі. Ал екінші бала ол ешнәрсені айтпай істейді бәрін. Үндемей істейді. Ананы өзің ішінен тауып біліп аласың. Вот сондай балаларда қиын мына өтпелі кезең. Ал ана сөйлеп тұрған бала өзі сөйлеп өтіп кетеді ол. Оған қиын. Оны бар ғой, оған қиналудың қажеті жоқ. Өйткені оның барлығы сыртында тұрады. Ол не жасайды, бәрін айтады. А мынау ең қиыны үндемейтін бала. Үндемейтін бала білдіргеннен кейін білесің ғой. Бәрібір сол үндемейтін баланың хотя бы отбасында бір адамға өзінің сырын ашады, иә. Сондықтан сол балаға өзім баламды келе жатыр ғой, сіз ойлап отырмын да. Ол біреуіне хотя бы айту керек қой, не әкесіне, не анасына, иә? Әрине. Сондықтан енді анасы жақындау болады ғой негізі балаға. Қай балаға болса да бірінші ана жақын. Сіз да оған жол таба алуыңыз керек деп. Мысалы, үндемейтін балаға да жол табу керек. Өйткені үндемейді, деп жүре беруге болмайды. Оның да мысалы бір ашылатын кездер болады негізі. Ақырындап сөйлесіп, шай сыртқа шығып қыдырып жүріп бір парктерде. Мен мысалы екінші баламен солай әңгімелесе аламын. Екеуміз сыртқа шығамыз, жүріп бірге барып қыдырып келейік, киноға барып келейік. Не ұнайды, не қалайды, не әрекетін. Сен неге осылай жасадың, сен неге мынау осындай қадамға бардың деген сияқты. Сол кезде ол айтады, ол айтпай дейміз. Біз көп ата-аналар үндемейді, болды ғой. Біз тырыспаймыз ғой, талпынбаймыз да. Содан кейін ол бала тұйықтап. Біріншіден ол баланың сондай әрекет жасағанына біз кіру үшін өзіміз де білімді. Иә, сол ғой мен сізге білімді болу керек. Ештеңе айта алмаса не айтады? Иә, мысалы ата-ана өзіміз айта алмасақ, ол балаға қандай не береміз? Өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Баладан бұрын өзіңізді тәрбиелеу керек. Мен балаға ақыл айта алмаймын, балдарым жай айтып тұрмын ғой, өзімен бірге болып өскендіктен. Мен только өзімді айту қажет емес, көрсету қажет, иә? Абай кітабын соны тыңдай беретін бар. Қара сөзді Абайдың. Соны тыңдап отырып, мен өзімді жаңағы немен тәрбиелеп отырмын да. И бізде адамдармен сөйлесу, бәрі мысалы қазір жаңа айтып кетейін бір сөзімді, жаңа балдарды осы бағдарламамен алып өтсеңіз, қазіргі переходной возрасттағы балдар өте керемет. Біреу тұйықталып жатыр, біреудің үйінде семьясында әртүрлі жағдай болып жатыр. Біреу одан өте алмай жатады. Соны осындай жерде әкеліп, ойларын ашып айтып отырса, мысалы семьясында қиын жағдайды сұрамай-ақ қойыңыз, оның әке-шешесінің жағдайын сұрамай-ақ қойыңыз. Только ол бала өзінің ойын айтып отырса осындай жерде. Сөзі ол ішіндегісін шығарып, қоғамға ашылып, ол келесіде неден өтуге дайын болатын деп балдарымыз. Сондай осы бағдарламаңыз сол жағынан ұнады маған. Балдарды сол жағынан ашсаңыз, ата-ана, мұғалім ол себеп қой енді бір-бірімізге. Бірақ бала жаңағыдай жерде қалып қоймаса, мысалы біз көп жағдайда жаңағы жақсы оқушыларды, жақсы оқитын, жақсы сөйлейтіндерді ғана алып дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Ортадағы балдармен жұмыс істесек, соларды алып шықсақ, уже аналармен қарым-қатынас. Соларды ашсақ. Гауһар Тастабас. Жастықтың астында жасырынып жатқан алтындар болуы. Үндемегендер, может, сондай кезде ашылып, өзін шығарады. Балдармен сондай дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Ешкім қолдау көрсетіп, мән беріп, ол балаға бір қолқа салмағаннан кейін мүмкін сол қалпында қала беруі мүмкін ғой, рас. Может, оның ішінде деген күшті нәрселер. Керемет. Осы орайда бір есіме түсіп жатыр, тәжірибемде бір оқушы айтқан солай деп. Мен бітіріп кетіп, кейін келіп кездеседі ғой мұғалімдермен, бәлен жыл өтіп кеткен. Сонда айтты ғой бір оқушының мен осы сөзі әлі күнге дейін жүрегімде қалып қойды. Маған дейді, мектепте ұстаздар сабақ қана берген екен деді. Бірақ өмірлік сабақ бермепті деді. Мен сол сөз әлі күнге дейін жүрегімде кәдімгідей. Сабақ беру деген не? Мысалы, қазір біз 45 минутымыз кіреміз, бағдарламада не тұр? Ойбай, бағдарламаны игерттің, болды. Ол мәселе болмау керек. Ол бағдарламаны игерту бір басқа, дұрыс, ол талап қойылу керек мемлекеттік тараптан.
бірақ жаңағындай сол арқылы баланы тәрбиелеу, жүрегін әсер ету, жаңа сіздің айтып жатқаныңыз өте дұрыс. Әр баланың ішінде не жатыр соны көру, ол бізге де қажет дүние. Шын, ол жағынан біз де ақсап жатамыз, өтірік емес, ол мұғалімдер. Біз тек қана талап қоямыз, болды оқу керек па, бір жолмен жүру керек, бір ізбен келу керек, кету керек, үйіңе бару керек деген сияқты. Ал ол баламен біз, міне, бала сонда өсіп, жаңағы ақыл ойы толықсығанда сондай пікір айтқан кезде мен жаман өзім үшін де кейде мүмкін менде де сондай сәттер болған шығар деп қатты ұялдым. Шын, мен де кейбір балаларға құр сабақ қана беріп, өмірлік сабағын бере алмаған шығармын деген, мен ұстаз бола алмаған шығармын деген, менде шын жүрегімде сондай бірне қалып қойды. Шын, адам күнде тәрбиеленеді ғой, рас, біз тәжірибеміз бар дегенмен де біз кейде баладан да тәрбиелеп алып жататын сәттеріміз. Жаңағы сөз менің де өзгеруіме алып келді. Сондықтан мен өзім сабағында көбінесе, қазір енді айтып жатамыз ғой, ой жаңартылған білім бағдарламасы, әдіс тәсіл дұрыс, оны заманнан қалмау керек, мен оны түсінемін бәрін, бағдарламадан да қалмау керек. Бірақ жаңа бала жүрегі, баланың үні деген нәрсе, ол естілу керек. Мен көбінесе балаларды тыңдауға тырысамын. Сабақтан кішкене былай тыс, кәдімгідей еркін әңгімен жақсы. Өйткені олар сонда ғана сөйлейді. Әйтпесе сіз құр талап қойып, мынаны істе десеңіз, олар ешқашан да ашылып сөйлемейді. Ал кішкене еркіндік берсеңіз, олар бар дүниені сізбен бөліседі. Сонда ғана мен жаңа айтып жатырмын ғой, көп баланың жүрегіндегі не бар екенін біле аласыз. Сондай жағдай. Сондықтан өмір деген күрес деп осы екен ғой. Енді қазір айтса өмір күрес дейміз. Біздің өміріміздің соңына дейін күрес. Кез келген жағдайда адам өзін осындай бір нәрселермен жаңа шыңдап дейсіз ғой, тәжірибе алып, тәжірибе жай келмейді, ол бәрі басыңнан өткеннен кейін, соның бәрі тәжірибе болып тұр. Мынаның бәрін біз басымыздан өткізгеннен кейін айтып жатырмыз да, әйтпесе біз де білмейтін едік. Шын, сіз айтып жатсыз, жаңа даму керек, рас. Қазір өте көп ақпарат көп, не көп. Соның керегін алу керек, керегін ала алмай жатыр балалар. Балалар сүзгіден өтпеген нәрсенің бәрін қабылдап жатыр. Өткенде айтып жатыр ғой, мысалы, қазіргі баланы сіз бірден тәрбиелей алмайсыз, өйткені қазіргі бала тиктокты бүйтіп қана көреді, бірақ ол сүзгіден өтпеген және ол, оның психологиясы солай. Сондықтан сабақта да тез болған жақсы көреді олар да. Өйткені 5 минут қой, минут. Біз минутқа біз көрмейміз ғой. Сондықтан қазіргі балалар өте гиперактивный, мен айтар едім. Өте, оларды бір бағытқа шоғырландыру өте қиын, мұғалім үшін де қиын болып жатыр. Содан кейін мынау жаңа айтып жатса альфа ұрпақ, олар Z ұрпақтардың өзі қазір кейде, мысалы біз кеңестік дәуірде жаңағы оқыған педагогтар мен қазіргі заманауи педагогтардың айырмашылығы жер мен көк дейсіз. Қазіргі жастар тез тіл табысады. Мен ойлаймын байқадым. Ал біз бәрібір жаңа қатып қалған рамкадан шығарғымыз келмейді аналар. Шықпау керек, жоқ. Тіпті жүріп кетіп бір нәрсені көрсетеді, отырып айт, отырып сөйле деп, тыныштал. Ол емес қой, бала қазір бәрін істегісі келеді. Кеше мен мысалы 5-ші сыныпқа сөз жұмбақ жасаңдар дедім. Енді 1 сағат бойы аналар сөз жұмбақты енді бар ғой. Қаншама ой, бұлай жасап келеді. Біз сонда еркіндікті бермейміз, шын, балаға бермейміз. Бір рамкаға салып алып, осымен ғана жүр дейміз. Ол негізі дұрыс емес. Мен ойлаймын, жалға да бала, өйткені отырып кешкен жаттығу жаза берсе, оқып бір мезгілде нете берсе. Сондықтан мұғалімге енді әрине даму керек, жан-жақты әдіс тәсіл керек, оның бәрі ескеріледі. Бірақ сонда да өте күрделісте бәріміз жұмылып жасауымыз керек деп ойлаймын. Жан-жақты. Осы тақырыпты кішкене айтып маған осы жағы, сол балаларды ашу жағы ғой. Енді баламен ғой, бала тәрбиесі. Дұрыс айтасыз, көп ашылмай жатқан балаларға, үндемей қалып қойып жатқандарға, тек жақсы оқушы. Соларды қонаққа шақырыңыз деп отырсыз ғой. Соларды қонаққа шақырып, солардың ойын айтыңыз. Олар ойын айтқанда оны әке-шешесі естиді. Дұрыс айтасыз. Балада да бір басқаша атмосфера пайда болады, көңіл күй, дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Міне сондай бір бала болды, тағы да тәжірибеде кетіп жатыр ғой. 5-ші сыныпқа келгенде осыдан 10 жыл бұрын ба, 12 жыл бұрын бітіріп кетті бала. Содан оны енді мұғалімдер алдында 5-ші сыныпта алған мұғалім қатты жұмыс істеді, жаңа жазуына, оқуына көп атсалысты. Сөйтті да ол бала кейін маған ауысты. Мен ол мұғалімнен ана сынып маған өтті. Сол кезде енді шын ана бала өте сондай бір мейірімді, сондай жақсы бала. Сабағы не болған жоқ, енді рас өтірік айтпай ақ қойын, жаңа жазуды нені әрең дегенде жазып
істеді, оқыды, кейін әйтеуір ілесіп кетті негізі, бірақ талап қойса істелінеді ғой. Бірақ қолынан жаңа балғасы түспейді да. Менің сыныбымда оқыды. Күнде келеді жаңа, Айгүл апай, мен қай орындықтың несін қағайын дейді да. Соның аузым ашылып, ой, мынау Рамазан қалай күшті деп қойым. Ой, Рамазан, ана орындықты жасап тастайық. Содан күнде келеді. Инструментін көтеріп келеді. Қараңызшы, мектепке инструмент көтеріп келу деген, это не ғой енді. Сол инструментін алып келеді. Күнде, ой, апай, мына ол кезде енді кішкене орындықтарда кішкене сапасы төмендеу болды. Енді ол 15 жыл бұрын енді қиындау кезде ғой. Соны әр орындыққа сол жауап береді. Бір рахат. Мен ананы бүйтіп төменге түсіріп жүрген жоқпын. Ана бала бар. Рамазан жаңағын істеп тастайсыз. Мен апай, мынау бүгін мынау сынып қалыпты деп. Соны жаңағы инструментімен келіп, құрал несімен жасап жүрді. Сол бала кейін сіздерге айтайын, мен адам талап қойып, ынта, отбасындағы тәрбие жақсы болса, бәрібір ол жақсы жолға түседі. Сол бала шетелге түсті ғой, сенесіз. Тамаша. Мен сонда таң қалдым ғой. Содан кейін маған ашық айтты бәрін. Отбасында өте қиын жағдайлар көп болды оның. Әкесінде бір істі болып сондай. Соның бәрін күнде менімен бөліседі. Өйткені бөлісетін адамы жоқ. Келеді, апай, ананы тыңдаймын, естимін. Қоңырау арасында тыңдаймын. Жақсы Рамазан, сен жақсылық болады алда, сен оған, сен міне үйдің үлкенсің деп ылғи үміт артып сөйтіп жүремін. Кейін сол Чехияма неге оқуға түскен кезде келіп, осылай апай, Чехияға оқуға түстім деп. Ойбай, мен сонда мінекей жаңағындай дейсіз ғой. Мысалы біз оны сенім керек. Иә, сырып тастасақ. Арман болу. Баяғы өзіміз армандап. Қол жетпеген нәрсеміз көп армандап жүрмін. Қазір арман емес қой, қазір бәрі қол жетімді. Иә, дұрыс айтасыз. Арман, сенім керек. Бір ұстазының бір айтқан сөзі бар есімде. Араларында бір қоғамдарда дейді, сондай өзгеше бір адамдар болады дейді. Мүмкін дөрекі, мүмкін әртүрлі нелер. Бірақ сендер оларды тастамаңдар дейді. Өйткені олардың барар басқа жері жоқ дейді. Немесе мынау менің атым Қожа фильмдегі бар, қожаның қасында ғана ұзын бойлы Сұлтан. Мен өмір бойы сол еміс есімде 6-7 жасынан бастап бүкіл әртүрлі ауылдарда, қоғамдарда, сыныпта, кез келген барған жерімде обязательно сондай бір сұлтан болады. Ешкіммен араласпайды, менімен ғана араласады. Сіз қожасыз. Иә, мен қожа. Ан жақтан мына жақтан нетіп қаламыз. Немесе бір кездесуде жаңағы анау вечеринка дейді ғой, жаңағы отырған кезде мен сондайларды байқап қаламын, жаңағы терезенің алдында өзімен өзі жалғыз отырған. Соларды нетіп отырамын да. Өзіңізге тартып отырасыз. Өзім тартып отырамын. Баяғыда ұлым қазір 26-ға келеді. Ол кішкене енді мектептегі үлкен кісілердің бәрі сыйлайтын, жаңағы өзі анау жақтан барып амандасып келеді. Сосын мен байқадым, айналайын, өмір бойы өтіп болмайды. Мысалы, сен кейбір адамдар үшін толық әлем сияқты болуы мүмкінсің. Мысалы, сен қасында жаңағы арқаңнан қағып, жаңағы дос болып жүрген адамдарға ғана қарама. Анау жақтан ұлым маған қарады ма екен, сәлем қайтарды ма екен деген кейбір жігіттер, егер сен кішкентай бір лебіз, кішкентай бір не көрсетсең, ынта, ниетіңді, аналарға жасалған миллиондаған керемет жақсы нәрселерден құндылығын түсінеді ол. Дұрыс айтасыз. Ондай адамдар көп. Тамаша. Сөздеріңіз осында, кешіріңіз, Дамира Асқарымна. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз баланың жүрегіне жол табу ғой. Енді сіз ерекшелеу сұрақ қойып отқаным, бастауыш сыныбында біраз жыл жұмыс істеп келатсыз ғой. Әсіресе бастауышта бала қалай болса, білімнің негізі бастауышта ғой негізі. Білімнің негізі қалай қаланса солай кетеді ғой балалар. Ол сөзсіз, ол шындық, былай қарасаңыз. Ғылымда да зерттелген. Жалпы бастауыш сыныптың ата-аналары баласының жүрегіне жол таба ала ма? Или кейде осы жағынан әлсіздіктер бар ма? Барлық ата-ана бірдей емес. Уақыт бөліп жаңағы айтқандай баласына деп уақыт бөлетін ата-аналар да бар. Жоқ, қараусыз жаңағыдай қалып қойған балалар да бар. Кәдімгідей қарапайым гигиенасына да қаралмайтын балаларға дейін кездеседі.
өйткені жаңағыдай напақа дейді ғой және күн көре алмай біздің Тірліктің қамы. біздің мектептің ата аналарында да бар. Өйткені жаңағыдай жұмыспен көп кеткен. Сол себепті ол балалардың тырнағына дейін өзің ала салатын жағдай болады. Жаңағыдай киімін алып беретін, кей жағдайларда ата аналар да көмектеседі дегендей, иә. Өйткені бастауыштың баласы кәдімгідей жаңа айттым ғой, балапан сияқты аузын ашып бізге қарап отыр. Қарап отырады. Күнәсіз. Күнәсіз, иә. Олар өте таза. Білмеймін, енді жаңағыдай білім бастауышта, иә, бірақ сондай жағдайда келіп алдыңа келгеннен кейін ол бала үйінде сабақ оқымай қалу да көп кездеседі. Енді мұғалім болғаннан кейін максимально беруге тырысасың, бар біліміңді бересің ғой, енді максимально. Одан әрі қарай үйде оқылмай қалса ол да қиын. Мұғалімге сол ата-ана тарапынан өте көп көмек керек бізге. Өйткені 45 минут, иә, және онда. бастауыштың мұғалімі тек бір пәннен ғана бермейді, ол бірнеше пәнді қамту керек та. И әр пәнге сен кәдімгідей бүкіл біліміңді бересің де, бірақ ол әрі қарай үйден толчок болмағаннан кейін, Бекітілмеген соң. бекітілмегеннен кейін ол да қиын болады. Сол себепті ата-аналар тарапынан көп бізге қолдау қажет. Әсіресе бастауышта. Егер бастауышты нақты оқып, жақсы алып кетсе, әрі қарай ол Алып кетеді. тем более мұғалім бастауыштан кеткеннен кейін енді кейде болып жатады, орта буын мұғалімдер ренжиді, балалар андай екен деп. Өйткені біз олардың аузына бүйтіп салып береміз, кәдімгідей мынаны жаз, бүйте ғой, сөйте ғой деп, кәдімгідей қасында 45 минут бойы қасында жүріп отыруға мұрша болмайды бізде. Қасында отырып жазғызамыз дегендей. Орта буынға барғаннан кейін пәндер бөлінеді ғой, олар бір мұғалімді үйреніп алады да. Пәнге бөлінген кезде тағы шашып Қиналады, сол әрине. кезде де 5-ші класста кәдімгі адаптация Бейімделу Иә, кезінде адаптация міндетті шарттар түрде көп қой. болады. Аха, міндетті түрде болады. сол кезде де өте үлкен мұғалім тарапынан да, ата-ана тарапынан да көмек. Екі жақтан да қолдау, көмек қажет, иә. Өте жақсы, рахмет сізге. Жалпы енді құрметті қонақтар, бүгінгі біз бір ортада баланың жүрегіне жол табу деген тақырыпта аз ғана болса да бір мына дөңгелек үстелдің басында әңгіме айттық. Енді мәселенің бәрін біз шешіп тастадық демейміз, әрине сөз жоқ. Аз ғана болса да бізден бір ой, біздің подкасттың тақырыбы жалпы әр адамның ойы бар ғой, сол ойын білдіріп жатыр. Өткен подкастте мен айтқан әр адамның өзінің ойы, көзқарасы бар, иә. Әр адамның, бірақ ол адамның өзінің ойы, өзінің көзқарасы. Бұл қоғамды білдірмейді деп. Сондықтан бірақ дегенмен де жақсы ой болса, жақсы идеялар болса, жақсы әңгімелер болса, неге басқаның жүрегін қозғамасқа? Неге басқаларға үлгі болмасқа? Иә, сондықтан сіздерден мүмкін біреулер үлгі алып отырған шығар, мүмкін ғибраттанып отырған адамдар бар шығар, көріп отырған. Сондықтан жалпы адам мектепке 3 рет келеді екен. Ең әуелі өзі келеді, бала болып. Содан соң өзінің баласы үшін келеді екен, келесі кезеңде. 3-ші кезеңде немере үшін келеді екен. Біз өзіміз барлығымыз бала болып осында оқыдық қой мектепте, білім ордасында. Енді біз балаларымыз оқып жатыр қазір. Иә, енді біз немереміз үшін келеміз деп ойлаймыз. Соған жеткізсін. Иә, барлығымызды. Жалпы әр баланың әлемі жұмбақ әлем деп, оның кілті біздің жүрегімізде екен. Сондықтан жүректен мейірім төгіп берсек, біздің әрбір сабақтарда кіргенде әрбір мұғалім осы сөзді айтады деп ойлаймын. Бала, сен ата-анаңның айнасысың деп. Сондықтан айналарымыз әр кезде кірленмесін. Айнадан бейнемізді біз тұнық қаза күйінде көргіміз келеді, әрине, сөз жоқ. Бірақ соны қалыптастыратын отбасындағы жағдай. Сондықтан жалпы екі жақты болып жаңағы айнадағы бейнелерімізді мінсіз көру үшін талпынайық, тырысайық. Баланың жүрегіне баратын жол махаббатпен барады екен. Сол жолды түсіністікпен, баланы тыңдаумен, қолдаумен, сабырмен, төзіммен жүзеге асырайық. Барлықтарыңызға осы өмірлеріңізге сәттілік тілеймін. Балаларыңыздың қызығын көріңіздер, аман сау жүріңіздер. Осы бізді көріп отырған көзқарақты көрермендер, тыңдармандар, осы әрбір келген адамның айтылған ойы мен сөзінен келген адамның кішкентай болса да тұшымды жүрегіне бір нәр тұндырады деп ойлаймын сіздерді. Жалпы балаларымыздың жүрегіне баратын жолды бірге іздейік. Сау болып тұрыңыздар. Келесі подкастыға дейін.